Екі тасты аламыз, осындай моншақ. Ортада тігілген қызыл тасты айналдыра тігетін боламыз. Яғни бірінші екі моншағымызды алып, өлшеп көреміз. Қай жерге тура келді, сол жерде инемізбен тігіп аламыз. Жібімізді тартып тігіп аламыз. Яғни инені келесі екі моншақтың ортасынан шығаратын боламыз. Екі моншақтан ортасынан шығарып, келесі моншақтан өткіземіз. Дәл видеодағыдай. Келесі екі түрлі моншақ алсаңыз болады, бірі үлкен, бірі кіші. Болмаса, тура осы моншақтың размерімен тіге беруге болады. Дәл осындай тігіс түріменен барлық жерін айналдыра тігіп шығатын боламыз. Екі моншақты алып өлшеп аламыздағы, дәл ортасынан инені шығарып, келесі моншақтан өткізіп тігетін боламыз. Моншақтарды жайлап үлкейтіп алсаңыз да болады. Мен үлкейтіп, яғни бір үлкен, бір кіші, тағы да үлкен бір размер моншақ алдым. Енді соңғы кезде, аяқтайтын кезде тағы екі моншақ алатын боламыз. Екі моншақ алып, тура ортасындағы сызыққа тігетіміз. Тура ортасындағы сызыққа дәлдеп аламыздағы, инемізді кіргізіп тігіп аламыз. Осылай тігіп алдық. Енді осы жерде менде сәл, көрдіңіз бе, моншақтарымыз қисық болып қалды. Ол ешқандай кері әсер етпейді, оны түзетуге болады. Яғни инені соңғы моншақтан өткіземіз дағы, тура жанынан ортаңғы моншақтан кері қарай өтеміз. Яғни соңғының алдындағы моншақтан кері қарай өтіп аламыз. Сөйтіп тура мынау тастың түбінен өткіземіз инені, көрдіңіздер ғой? Тастың түбінен өткіземіз. Сонда бізде кәдімгідей тасқа жақын орналасқан әдемі тізілген моншақтар пайда болды. Келесі соңғы моншақтың алдынан инені өткізіп алып, екі моншақ тереміз. Инені өткізіп алайын. Яғни екі моншақ алып, жалғастырып кете береміз. Жалғастырып, аяғына дейін тігеміз. Енді ең соңғы жерге келген кезде тағы бір моншақ алып тігетін боламыз. Яғни сүйір болып тұру үшін ұшы әдемі. Соңғы моншағымызды тігіп аламыз. Дәл ортасынан инені шығаратын боламыз. Көріп тұрсыздар ғой. Тура ортасынан инені шығарып, соңғы моншағымыздан өткізіп тігіп аламыз. Сонда моншағымыз тіп-тіз өтіп шығады. Енді бұл жерде тағы да айтатын жағдай, моншақтарымыз, яғни қолыңызбен ұстаған кезде бос болып тұрады. Бос болып тұрмау үшін
біз моншақтарды қайтадан айналдырып тігіп шығатын боламыз. Яғни әр моншақтың түбінен өткізіп, инені осылай әр моншақтан тігіп шығатын боламыз айналдырып. Сонда моншақтарымыз берік, қимылдамайтын, әдемі болып түседі. Әйтпесе фатинді босатқан кезде моншақтар бос болып қалады, жіптері. Дәл осылай бәрін айналдырып тігіп шығатын боламыз. Келесі бізде, яғни осы ақ моншақты қызыл бисерменен айналдыра тігіп шығатын боламыз. Ол үшін 3 бисер, бір үлкендеу хрусталь, яғни 4 мм-лік, бір пайетке аламыз. Яғни тіккен кезде сәл қиғаш өлшеп аламыз. Қиғаш өлшеп жанынан тігіп аламыз. Яғни инемізді әрқашан екінші моншақтың жанынан алуға тырысыңыздар, себебі ол түп-түзу біркелкі түседі. Дәл солай өлшеп тігетін болсаңыздар. Бұл жерде алғашқыда біз 3 бисер алдық, келесінде 4 бисер, бір моншақ, бір пайетке аламыз. Яғни қызыл мына жерден тігетін кезде, яғни 2 мм жоғары тігесіздер, себебі хрустальдың да өзінің размері бар. Егер жақын тіксеңіздер, бір-біріне түйісіп қалады, яғни көтеріліп, әдемі көрінбей қалады. Дәл осылай барлық бисерімізді теріп тігіп шығатын боламыз, айналдырып. Міне дәл осындай болып көрінеді. Қырынан осындай әдемі болып көріну керек. Енді соңғы қалай бітіреміз мына жағын? Соңғы жағында 5 бисерімізді аламыз. Дәл ұшынан инені өткіземіз. Осымен бірінші жағын бітіреміз. Яғни бірінші жағын толықтай бітірдік. Артынан жақсылап түйіндеп алыңыздар. Моншақтарыңыз босап кетпесін. Келесі 3 бисер тағы да бастайтын кезде 3 бисер, бір моншақ, хрусталик, пайетке аламыз. Дәл ұшынан жанынан алып, басында тіккенімізде қайталап бәрін аяғына дейін тығып шығамыз. Келесі 4 бисер, бір моншақ, хрусталь и пайетке. Басында бастағанда 3 бисерменен, себебі біздікі ұш жағы узкий болу керек, яғни жіңішкерген болу керек. Енді соңғы моншағымызды тіктік, арасында осындай қуыс қалады. Осы жерді қазір жабатын боламыз. Ол үшін инемізді шығарып аламыз. Тура жанынан, екінші моншақтың жанынан, екінші бисердің жанынан, және 4 қызыл бисер аламыз. Соңғы тігілген, яғни бірінші тігілген ортасынан тіккен хрустальдан өткіземіз. Мінекей сонда дәл осындай әдемі, ұшы, бұрышы әдемі болып түседі. Тура осындай әдемі болып түседі. Келесі осы оюды айналдыра тігетін боламыз. Яғни дәл осы техникамен тігеміз. Ол үшін жіпті дәл шетінен аламыз, себебі біздің тастарымыз шетіне қарап түсу керек. Яғни шеткі тастан мына жерде шығып кеткен бисерімізді ине жіппен тартып тігіп аламыз. Себебі кішкентай ғана шығып тұрған бисер, ол жанындағы бисерді жылжытып, әдемі көрінбеуі мүмкін. Ары қарай тартып тігіп аламыз. Енді инені шетінен шығарамыз. Бұл жерде 3 бисер, бір қызыл хрусталь алып,
дәл ортасынан тігетін боламыз. Дәл ортасынан иінен өткізіп аламыз. Келесі екінші бисердің жанынан алып, дәл осылай тіге береміз. Қызыл хрустальдың жанынан сәл 2 мм аласыздар. Себебі моншақ жылжып кетеді. Бір-бірімен біркелкі түсу керек. Келесі тура оюдың 2 бөлінген жерінде 4 бисер, 1 хрусталь, 1 пайетке аламыз. Яғни 4-ші бұл жерде үшеуін пайетке алған жоқпыз. Жай тігіп шықтық. 4-шісінде пайетке аламыз. Дәл осылай оюды айналдыра тігіп шығатын боламыз. Осы моншақтың жанына келген кезде айналдыра тігетін боламыз моншақты. Моншақты айналдыра тігеміз. Толық. Әйтпесе моншағымыз өзі жалғыз қалып қалғандай біртүрлі болып қалады. Міне дәл осылай тігіп шығамыз. Енді келесі 3 бисер алып, бірінші тігілген хрусталь моншағымыздан өткізетін боламыз. Алғашқы тігілген хрусталь моншақтан өткіземіз. Сонда бізде моншақтарымыздың бәрі өріліп тігілетін болады. Дәл осылай бірінші, екінші, үшінші хрустальды 3 бисермен алып тігеміз. 4-шісінде айналдырып тіккендей 4 бисер, 1 хрусталь және пайетке алып тігеміз. Келесі 4 бисер, жаңағы айтқанымдай, дәл солай айналдырып тігетін боламыз. Толық айналдырып тігеміз. Егер сізге сабақ ұнаған болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.